Тоқаев жолдауына факт-чек, мектеп оқушыларына вакцина салу үшін әдейі офлайн оқытады деген фейк қалай тарады және басқа да жарияланған материалдарға бірге шолу жасайық. Бірінші қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдау жасады. Факт-чек кезет мемлекет басшысы айтқан деректердің бірқатары қаншалықты шындыққа жанасатынын тексерді. Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Үкім жоқ. Ашық дерек көзде оқушы орындарының жетіспеу туралы ресми статистиканы таба алмадық. Ал жауапты ведомство өкілдері келтірген деректер президент Тоқаев айтқан цифрлардан біршама ерекшеленеді. Мысалы, маусым айында Білім және ғылым министрлігінің қаржы орталығы президенті Асқар Ибраимов мектептердегі орын тапшылығы 200 мыңды құрайтынын хабарлаған. Бұған дейін сәуір айында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы адами капиталды дамыту департаментінің директоры Ләззат Шонаева орын тапшылығы 265 мыңға жуық екенін айтқан. Деректің өзгеруі мәселенің ішінара шешілуіне немесе есептеу әдіснамасындағы айырмашылыққа байланысты ма жоқ па, белгісіз. Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Ресми дерек бойынша 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 1,5 есе, яғни 28.384 теңгеден 42.500 теңгеге дейін көбейген. Осыдан кейін президент Тоқаевтың мәлімдемесіне дейін ең төменгі жалақы өскен жоқ. Ал 2021 жылы Қазақстан ең төменгі жалақы мөлшері бойынша Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан сияқты елдердің алдында. Бірақ Ресей, Беларусь, Армения және Әзербайжаннан әлі де артта қалып келеді. Әлеуметтік желіде мемлекет балаларға жаппай вакцина салу үшін әдейі сабақты офлайн режимге көшірген жайлы, сонымен қатар вакцина салып болған соң 2-90-да қайтадан онлайнға көшіретін туралы ақпарат жиі тарады. Биыл 2021 жылы қыркүйекте мектепке балаларыңызды жібермеңіздер. Мейлінше мектепке жібермеңіздер. Үкіметтің балаларды мектепке жинаудағы мақсаты балаларды мектепке жинап, келе жатқан Pfizer вакцинасымен вакцинировать етіп, сабақ мейлінше 1-90-да ғана болады офлайн. Мектепте отырып офлайн, яғни сол уақытта олар пайдаланып, балалардың барлығын мектеп ішінде вакцинациялау жасап, вакцинированный балалар сәйкесінше қайтыс болу мүмкіндігі бар. Ақпаратты бір-бірден талдап көрейік. Біріншіден, аудиода үкімет балаларды вакцина салу үшін жинап жатыр, содан кейін 2-90-да қайтадан онлайн режимге ауысады дейді. Үкімі фейк. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметі бойынша Pfizer вакцинасы Қазақстанға 2021 жылдың 4-90-да жеткізіледі. Жеткізу процесі тек қазанда басталатын ескерсек, оны келе сала жаппай қолданысқа енгізбесі анық. Вакцина әуелі тіркеуден өтіп, одан кейін өңірлерге жеткізілуі керек. Бұған сәйкесінше біраз уақыт кетеді. Сондықтан да біз әлі Қазақстанға келмеген вакцинаны жапа-тармағай 1-90-дан бастап салады деп айта алмаймыз. Екіншіден, санитар-эпидемиологиялық комитеттің мәліметі бойынша Pfizer вакцинасын 12-18 жас аралығындағы азаматтарға қолдану жоспарлап отыр. Сонымен қатар Айжан Исмағамбетова балаларға вакцина салу ата-аналарының, қамқоршыларының және ресми өкілдерінің рұқсатымен ғана жүргізілетінін атап өтті. Полиция әлеуметтік желіде Жамбыл облысында болған жарылыс туралы жалған ақпарат таратқан азаматты ұстады. Олар 27 тамызда Instagram желісінде мониторинг жасау барысында ер азаматтың жалған ақпарат таратқанын анықтаған. Видеодағы адам Байзақ ауданындағы әскери бөлім аумағында орын алған жарылысты қуатына байланысты тоқтату мүмкін емес екенін айтқан. Сонымен қатар көп адамның зардап шеккенін және дене мүшелері үзілген адамдар жайлы мәлімдеген. Полиция бұл хабарламаның шындыққа жанаспайтынын айтты. Жедел іздестіру шарасын жүргізу барысында полиция қызметкерлері Тараз қаласының 26 жастағы тұрғынын ұстаған. Аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 274 бабы 2 бөлігі 3 тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Полиция бұндай қылмыс жасаған адамдарға 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылғанын еске салды. Назар салып көргеніңізге рахмет. Желіде тараған фейк ақпаратқа алданбайық. Факт-чек кезет парақшасына тіркеліңіздер. Шындыққа әркімнің ақпар таласы.